Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай жеңіл әрі дәмді салат дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыз. Бізге қажет заттар: тауық еті, огурцы, салат жапырағы, жұмыртқа, кәріс салаты және майонез. Ең алдымен огурцымызды видеодағыдай етіп турап аламыз, ұсақтап. Егер де сіздерге видео ұнап жатса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі салат жапырағымызды да осылай ұсақтап етіп турап аламыз. Тауық етінде ұсақтап турап аламыз. Бетіндегі терісін алып тастаймыз. Салаттымызды осындай арнайы кольцода жинаймыз. Егер бұндай кольцо сіздерде болмаса, міндет емес. Ең алдымен огурцымызды салып, үстіне тауық етін саламыз. Үстіне майонез жағып, қасықтың көмегімен тегістейміз. Содан соң кәріс салатымызды салып, майонезді тағы да бір жағып алып, тағы да бетін қасықтың көмегімен тегістеп аламыз. Содан кейін салат жапырағымызды салып аламыз. Осыда енді майонездің шетін дәл осылай видеодағыдай кесіп, салат жапырағымызды отырып қалмау үшін қасықсыз осылай етіп жағып аламыз видеодағыдай. Егер де сіздерде кондитерский мешок болса, кондитерский мешокты пайдалансаңыз да болады.
ең соңынан барып жұмыртқаны теркіден өткізіп, үстіне осылай видеодағыдай саламыз. Кальцоны ақырындап шешіп аламыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Салатты баршаңызға жасап көруге кеңес беремін. Салат өте жеңіл, сондай дәмді болып шығады.